Әйелің болса, әйеліңе рахмет айт. Өзіне қарап қалған, өмір қыдырып жүретін тетя болып жүрудің орнына сенімен отбасы болып қасыңда жүргеніне. Бала туып берсе, басыңа көтеріп ал. Балаңды айтып тұрған жоқпын, әйеліңді деймін. Сенің фамилияңда болатын адамды 9 ай көтеріп, жыртылып тұрып туып, депрессияға түсіп, денсаулығы кетіп, ас туса неғып ас туғансың деп, көп туса неғып туа бергенсің деген сөз естіп, жұмысқа шықса баласына қарамайды екен деп, баласына қарап жұмыс істемесе, неге ақша таппайсың деген сөзді естіп жүргені саған деген махаббатының көрінісі. Тұра тұр, айтатын рахметің біткен жоқ әлі. Саған әйел боламын деп келіп, бонусқа еще келін болып жүргеніне рахмет айт. Саған әйел болып, балаңа ана болып, үрім бұтағың үшін келін болып жүргені әйеліңнің міндеті емес, таңдауы. Ал жігіттер, осы видеоны сақтап алыңдар. Әйелің кейде бір байқамай өзі, болады өзі сондай бір косяк жасап қойса, осы видеоны алып шығып бір тыңдап, шүкіршілігіңді айтып сабырға келесің. Қыздар да сақтап алыңдар. Күйеуің қасыңда отырғанда бір тыңдағың келіп қалуы мүмкін осы видеоны. Сол кезде даусын шығарып тұрып бір тыңдап аларсың. Бәріңізді люблю.